консилер жағамыз. Консилер Pro Consul немесе NYX брендінің консилері. Мынау NYX брендінің консилері өте қалың жағылады, мынау жұқа жағылады. Күнделікті макияжда мен өзім консилер қолданбаймын, тек қана кешке жақын бір жаққа барарда ғана қолданамын. Қолдансам Pro Consul'дікін қолданамын, өйткені көздің астына жаққан кезде қатты қалың жағылып кетсе, бағана айтқандай көзге көрінбейтін жоқ әжімдердің бәрі шығып кетеді. Консилердің зоналысы көздің асты, мұрынның ортасы, мұрынның қырын шығару үшін маңдай, маңдайды кеңейту үшін, және иек. Кішкене ерінің үсті, ерінді талпайтып көрсетеді. Маңдайлары кішкентай қыздар маңдайларына кішкене кеңдеу жақса болады. Маңдайлары кең қыздар керісінше орташа жағуға болады. Енді осының бәрін кисточканы увлажнить етіп аламыз. Влажный салфеткамен тональный крем, консилер сияқты крем тәріздес косметиканы жаққан кезде міндетті түрде кисточканы сулап алу керек. Кисточка болмаса, жаңағыдай саусақпен растушевка жасауға болады. Ерінің үсті, көздің асты. Көздің астына көп жағып қоймаңыздар. Қатты баспайсыздар, көздеріңіз қызарып кетуі мүмкін. Мен қазір бұл макияж асықпай көрсетіп отырмын ғой. Егер де күнделікті боянып үйренмесеңіздер, 10-15 минутта жасалатын макияж бұл. Так, маңдайымызды. Қатты созбайсыздар, маңдайдың зонасы где-то осы жер ғана. Қатты мына жаққа дейін былай созып тастамаңыздар. Мұрынның ортасын ешқайда созбайсыздар, просто үстінен басасыздар. Нақты линия болып тұрғанда кетіріп керек. Қырынан қарағанда линияның қыры көрініп қалмау керек. Сонда растушевка жасайсыздар, немесе саусақпен. Бұны жаймайсыздар. Егер де бұл ақтың ені деген кең болса, мұрныңыз одан ары жалпай кетеді. Сол үшін мұрныңызды қатты жалпайтпау үшін қатты жалпақ жасап тастамаңыз. Вот.